Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Іле Алатауының баурайында Үшқоңыр жағалауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүниеге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Жасөспірім шағында Нұрсұлтан тек өз сыныбында ғана емес, мектептің ең үздік оқушыларының бірі болды. Сабақты зор ынта-ықыласпен оқыды. 1960 жылы Днепродзержинск қаласының нөмірі 22 кәсіптік лицейін бітірді. Еңбек жолын 1960 жылы Казметаллургстрой тресінің құрылыс басқармасының қызметкерлерін бастады. Қарағанды облысы Теміртау қаласы. Содан кейін ол құю машиналары үшін шойын ретінде жұмыс істеді. Қарағанды металлургия комбинатында тау байыту пішеші. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жайындағы жоғары техникалық оқу орнын бітірді. Қазіргі таңда Қазақстанның мемлекет қайраткері, ғалым, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. 1990 жылғы 24 сәуірден бастап 2019 жылдың 20 наурызы аралығында Қазақстан президенті болды. 2019 жылдың 19 наурызынан бастап Қазақстанның Конституциялық кеңес мүшесі, сонымен қоса экономикалық ғылым докторы. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, бірқатар шет мемлекеттер мен еліміздің жетекші университетінің құрметті